Ендеше let's go. Кеттік. Let's go. Кетті. Енді жолаушылар ғой? Сіздердің жолаушыларыңыз қазақ тілді болсын, қате жібермейтін ол вариантты алып тастадық. Вариант. Нұсқа. Шорқақ сөйлемейтін қазақ тілді азаматтар болсын. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. Таза қазақша сөйлесе ақша алады. Қазақша такси басталады. Кеттік. Жүргізушісі мен Ғалым Махамбетов. Let's go. Қазақша такси жобасы көлікте жобаны жүргізетін мен Ғалым Махамбет. Кеттік ендеше. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Бұл енді қазақша такси деген бағдарлама. Қарсы болмасаңыз, біз осындай бір жоба жасап жатқанбыз. Сіздің барам деген жеріңізге дейін қазақша сөйлесіп барамыз. Қазақшаңыз қалай жалпы? Қазақшам жақсы. Сіз журналистсіз болсын да? Жоқ, мен пиар маманымын. Пиар маманы? Өте жақсы, тамаша. Енді сөйлегеніңіз журналистерге ұқсап тұр да, сосын журналистерге баратыр дегенге журналист мініп атқан шығар деп. Бір саладамыз ғой, сол медиа саласы. Тамаша, өте қуаныштымын. Бір картаны таңдасаңыз. Енді бұл жерде тағы бір ескертетін нәрсе, мен сізді шатастыру үшін мен сөйлей бере аламын, былапыттап. Ал сіз тек қазақша сөйлеу керексіз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Ендеше let's go. Кеттік. Let's go. Кетті. Let's go деген сөзіңіз үшін бір бес айырылып қалдыңыз. Сіз бастадыңыз ғой. Енді мен айта берем, айттым ғой жаңа сізге. Жақсы. Түсіндіңіз ба енді ережені? Бастаймыз дедім. Let's go дедім, сіз let's go дедіңіз. Уже ұтылып тұрсыз. Кеттік ал. Әңгіменің неден бастаймыз екен? Оқып жіберіңіз қағазды. Тіл ұлттың жаны, ана тілін сақтау жолында не істеуіміз керек? Ал. Ана тілін сақтау жолында не істеуіміз керек? Тілдің мәртебесін көтеру керек. Өйткені қазір бүгін үйде отырып менің кіші сіңілім жақында ғана оңтүстіктен осында. Өзіңіз қай жақтан боласыз? Оңтүстіктен, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданынан боламын. Осында келген кезде көп жерлерде орысша сөйлейді ғой. Соған қарап өзін кішкене ыңғайсызданып, төмен санап сөйтіп жүрді. Сосын мен оған айтам, бұл сана сезім бізден бұрыннан келе жатқан құлдық сана, иә. Ауыр айтсақ та. Біз оны өзімізден бастауымыз керек. Тілдің мәртебесін биік қоюды іштен өзіміз иммунитетімізді солай қалыптастыруымыз керек қой. Әрине. Соны айтқыңыз келіп тұр ғой. Енді қазақ тілінен таза сөйлеймін деп еңсеңді көтеріп мақтанып жүру керек. Олай төмен санасаң, ол төмен болып қалады. Әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек қой. Тамаша. Енді сіз пиар мамансыз, пиар маманы ретінде жаңағы біз тағы қалай қазақ тілін пиар жасауымызға болады? Мысалға біздің де жасап жатқан жобамызда осы ұлттық тілдің мәртебесі ғой. Осыны біз бір креативны жеткізгіміз келіп жатыр да енді көрерменге. Осындай ойын ретінде, азарт ретінде, бір кішкене қызық қылып, тартыс ретінде. Шонбайдың бағдарламаларын білесіз ба? Тренингтер өткізіп, халықты жинап, қазақ тілінде өткізеді ғой. Осыға дейін сондай тренингтері тек орыс тілінде өтетін зал толық болатын. Қазір қарасақ, ол кісінің өткізген тренингтеріне қаншама халық жиналады. Сондықтан тіл мәселесі ол кісі өзінше бір көтеріп жүр. Бизнес саласында көтеріп жүр.
сондықтан енді біз өзіміз пиар маманы орысша болғаннан кейін білмесең бизнес жасай алмайсың деген емес, иә? біздің пиар маманы ретіндегі түсінігіміз осыдан 10 жыл бұрын басқаша еді, қазір басқаша. 10 жыл бұрын Пиардың қазақшасы жоқ па? пиардың қоғаммен байланыс. Қоғаммен байланыс. Осыны қалай қалыптастырамыз? Мысалға, мен қоғаммен байланыс маманымын деп айтуға қалай? Ыңғайсыз ба? Жоқ, ыңғайсыз емес. Ыңғайлы, иә? Пиар деген кезде бірден түсінеді да, Иә. қоғаммен байланыс дегенде Қандай қоғам деген сияқты. иә, Ол үшін қоғам Сақтап сол қоғаммен байланыс деген сөзге дайын болу керек, иә? оны дайындауымыз керек. Дайындауымыз керек, иә. Сол әрқайсымыз өзіміздің мамандығымызға, өзіміздің қолымыздан келетін, сөзіміз өтетін жерден бастау керек сияқты. Отан отбасынан басталады деген сияқты. Бізде оңтүстікте енді ақыры жолымыз 20 минут болғаннан кейін, Иә. мен өзім оңтүстікте болған кезде осыдан біздің Мойынқұм ауданында бізде бір ғана 2-3 ғана отбасы орыстар болды, Иә. бірақ олар орыс тілін білмейтін Иә. орыстар болды. Біз сол ортада өстік, қазақ тілі мен әдебиетін оқимыз, еш уақытта орыс кітабын оқып, орысша сөйлеген адамдар емеспіз болдық та. 98-99 жылы Астанаға келдім. Иә. Мен осы ортаға түскен кезде қатты қиналдым. Өйткені бізді төмен санады. Иә. Содан мен ойладым, мен тез орыс тілін үйренуім керек. Өйткені төмен өзімді санағым келген жоқ, алға ұмтылғым келді. Жұмысқа тұрайыншы десең де барлық жерде орыс тілін білу керек болды. Сол Астанада осыдан қай жылы? 90 қанша жыл өтті? 20-25 жыл өтіп кетті. Енді Чоколаевтың анау басшысының аты кім еді? Иә, өткенде бір дау-дамай туды ғой, иә? Дау-дамайдан кейін, иә. Ол кісіні кемсіткім келіп тұрған жоқ, сол кісінің сөзі дау-дамай болғаннан кейін бір кәдімгідей ашуланып отырдық та. Сосын үйге келіп, енді оның сөзінде емес ашу. Иә. Сол ол кісі біздің ішкі жанымызда жатқан жараны тырнағандай болды да, язваны деп айтайық. Иә. Тырнап біздің ауыр жерімізге тиіп кетті да. Содан біз оны осылай қарсы алдық. Негізі ол кісіге осыны көтерген үшін мен негізі даже ризасыз, даже дегенмен қалдыңыз. Айта беріңіз. Көп ой тудырды, көп сана сезімізді төңкерді. Намысымызға тиді сәл, намысымызға тиді, бірақ ол үшін біз ол кісіге ренжімеуіміз керек, бір өзімізге соны қалай айтсам болады? Сол сынға жауап беруіміз керек қой дейсіз ғой, иә? Өте дұрыс, әдемі айтып отырсыз. Жалпы тіл, өзіміздің тіліміздің мәселесі жөнінде әдемі қозғадыңыз. Оның түп тамыры ары жатыр ғой негізі. Иә. Түп тамыры ары жатыр, оның үстіне құлдық сана сезім, Ыбырай Алтынсариннің бірінші мектеп ашуына түрткі болды ғой. Иә. Көзіміз ашылсын, өйткені біздің ортамызға басқа елдерден, Ресейге тиіспей-ақ қойық, келді деген күннің өзінде олардың көзі ашық, сөйлеуі, мәнері, оқыған, тоқыған дейік. Соны біз көрген кезде оқыған адамның дәрежесі, мәртебесі бәрі биік болып тұрады. Соны көрген кезде біз өзімізді сәл төмен санаймыз. Содан басталып, осы уақытқа дейін келген сана сезім. Енді қазіргі уақытта тоқтап тұр деп айта алмаймын. Өйткені менің өзім осында Астанаға 98 жылы, осыдан 25 жыл бұрын келген кездегі мен қазіргіні салыстырсам, жер мен көктей. Ой біраз өзгерді. Ой біраз өзгерді. Көре көсем боласың деген осы. Мына жерге қалай барам, сағат қанша деп сұрай алмайсың. Ешкім түсінбейді. Мамбеттер деген сияқты көзқараспен қарайды. Содан енді біз қанатымызды көп кесілген деп айтамыз ғой. Өйткені тәрбие солай
былай болмайды, былай Иә. болмайды деп айтқан сайын балаға, ол баланың қанаты сәл кесіле бастайды. Дұрыс Содан айтасыз. қалаға келесің, тағы Тамаша. кесіледі. Әсел ханым, біз әрі қарай тағы әңгімеміз қызу үшін тағы бір тақырып таңдап көрейік. Тіл мәселесінде сіз қатты жойқын айтып тастадыңыз. Ол да керек Бос уақытыңды қалай өткізгенді ұнатасың? Ал енді жеке басқа өтейік сәл, қоғамнан былай шығып. Бос уақыт деген бар ма сізде жалпы? Пиар маманы жалпы ол Бос уақытта ізденісте, сосын бір азартта, бірыңғай тек Енді сондай неде жүреді ғой. мен жұмыс орнынан терезеден қарайсың ғой, терезеден қарап отырсаң адамдар Әрі қарай жалғастырайық. қыдырып емін еркін жүреді, сонда бүйтіп қарап тұрамын да қашан олар осындай бос уақытты табады. Әлде үйге келген кезде терезеден қарасаң сондай қауыртта, сонда ол столда, орындықта отырады адамдар, асықпай. Соны қараймын да. Стол дегеніміз үшін орындық. Резко аударып тұрсыз ғой енді, бірақ дегенмен бірінші айтып қойдыңыз. Сонымен, жұрттарға қарайсыз, таңғаласыз, не деген бос уақыт мыналарда. Өйткені сәл уақытың болса, кітап аласың, сәл уақыт болса, саралайсың өзіңнің жұмысыңды, жоспар жазасың, әлде болмаса балаңның өсуін, оның сабағын қарайсың. Сондықтан бос уақыт болса, сәл бос уақыт болса, балаларымды аламда серуендеуге шығамын. Енді ол сіз енді іскер ана деп айтайын. Іскер аналарға әрине уақыт табу, уақыт тапшы болуы ол заңдылық. Енді балаларды алып серуенге шығамын деген, оның өзі бос уақытқа саналмайтын сияқты. Негізі ол да бір анадан бала өзі жаңағыдай күтіп отыратын внимание ғой енді. Сіз қате сөйледіңіз, 5000 теңге маған беруіңіз керек. Мен не деген? Вниманиені ма? Мен әдейі сөйлей берем. Мен басында ескерттім ғой. Мен әдейі сіздің миыңызды улау үшін, күнделікті осылай адамдармен осылай сөйлесесіз ғой. Сол сөйлескен кезде сіздің ішкі иммунитетіңіз қалай? Біз соны тексереміз да? Карта алайын. Күтіп отырмын. Басқа тақырыпқа көшейік, жақсы. Уақыт жоқ, іскер ана. Әсел ханым, тағы бір тақырыпты таңдаңыз. Не дейді? Жақсы. Егер уақыт машинасы болса, өткеннің қай кезеңіне барғың келеді? Бұл тақырып біраз жолаушыларға кездесті. Біраз кейбір адамдар көзіне жас алған кездер болды. Елжіреп кеткен кездер болды. Уақыт машинасы болса дейді. Өмірді артқа айналдырсақ, яғни қай жерге барар едіңіз, қай жасыңызға барар едіңіз, кімдерді көргіңіз келеді? 9-шы сыныпқа барар едім деп. 9-шы сынып, тамаша. 9-шы сыныпта барсам, өмірімді басқаша жоспарлаушы едім. Сонда сіздің осы жоспар бойынша келе жатқан мамандығыңыз өзіңізге қатты ұнамайды? Бәрі ұнайды. Бәрі ұнайды. Енді осындай сұрақ түсіп тұрғаннан кейін, егер ондай мүмкіншілік болса, 9-шы сыныптан бастап өмірімді өзгертуші едім. Қазір енді өзіңіз анасыз, өз билігіңіз өзіңізде мысалы, енді осындай кезеңде, сондай бала күнгі армандарды орындап алуға болмай ма? Дегенім ғой, менің айтқым келіп тұрған сол да. Бала күндегі армандарым бойынша мен сізге уақытымыз бар ғой да? Айтып берейін. Сіздің үйіңізге жақындап келетін жерге жаңағы баратын. 2 ай бұрын, осыдан 2 ай бұрын дәрігерге көрінемін деп бардым. Жай ғана тексеріс етін. Чекап, содан бір маған жақсы емес диагноз қойды. Мен өзімді сол беріле салатын адам екенімді сол кезде көзім жетті да. Содан шығып не істерімді білмедім да. Шығып алып онкологияға болу мүмкін деген
содан шығып не істеймін деген ойлар келді. Енді өмірім сонда былай бір 180-ге өзгерді. Қабылдауым өмірді, қай жерге жұмсап жатырмын, өзімнің армандарым сол кезде бәрі астар былай шыға бастады. Сонда мен айтам, енді Парижді көрмегенім, Мальдивқа бармағаным, жаңағы театрға түспегенім, соның бәрі шықты ғой. Сол адамның жаны шығатын кезде сол ойлар келеді екен. Сондықтан сізге де айтып қойын, ойланып қойыңыз. Анда-санда қайда ұмтылып жатырмын, не жасап жатырмын. Енді қазір қалай? Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Ол шатасқан болып шықты. Қате болып шықты, Қате болып шықты. Бірақ бір ойландырып тастады, иә? Бір ойландырып тастады. Сосын мен бірден біз енді қазір кредит аламыз, несие аламыз, иә? Несие аламыз да сол кезде мен несиемді бірінші ойыма келген несие. Уайымдадым. Жауып кетуім керек. Бүгін кететін адам сияқты. Жауып кетуім керек деп қалай жабам? Ар ойланам, бер ойланам, ондай ешқандай әке көке жоқ. Бірінші ойыма келгені бүйрегімді, екі бүйрек қойсам, біреуін сату болды. Сосын ғаламторға кіріп қарасам, Қазақстанда сатуға болмайды екен. Ол вариантты алып тастадық. Вариант. Нұсқаны алып тастадық, иә? Алып тастадық. Нұсқаны алып тастаған жақсы болған екен. Үйреңізді алып тастамай. Сол 2 ай астан кестең болды. Қазір басқаша қабылдаймын. Достарымды құшақтасам, шын ниетпен. Өмірге деген көзқарасыңыз өзгеріп кетті, иә? Баламды ескеген кезде бұл керемет. Өмірдің әрбір сәтін, тәттілігін, уақыттың қадірін бәрі түсініп кеттіңіз, иә? Таңертең тұрған, оянғанға қуану, иә? Жұмыста қатты, болмашы нәрсеге қатты ызаланатын. Қазір өтеп кетеді. Тамаша, қандай керемет. Бұл да бір нағмет, бұл да бір сізге бір оны түсінбей жүрген қанша адам бар, түсінбей өтіп кеткен қанша адам бар. Сабақ болды. 2 ай кәдімгідей сабақ болды маған. Тамаша. Және дүкендерге барып киім аласың, қарайсың. Солға дейін өзгерді ғой. Бұның мағынасы жоқ нәрсе екен. Жылтырап, уақытша біреу үшін біреудің пікірі үшін өмір сүру деген нәрселердің бәрін сызып тастадыңыз, иә? Мына жерде 3 жаңылтпаш бар, соның бірін таңдаңыз. Қарай берейін ба? Қымбат, қиындауын алған сияқтысыз, өте көп сөздер. Енді 3 рет оқисыз. 1 рет дауыстап оқу керек, өйткені біздер қандай не барған... Ең қиын деріңіз ғой? Ең қиыны дегенде бәрі де қиындау, енді бірақ ең көп сөздіктер сода екен. Осыны 3 рет оқып алу мүмкіндігіңіз бар, сосын мен сізден қағазды алып қоям. Дауыстап оқиын ба? Дауыстап оқисыз, иә. Сосын мен сізден қағазды алып қоям, сосын өзіңіз жатқа мүдірмей айтып шығуыңыз керек. Жатқа? 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар. 6 арқарда марқа арқар бар. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар. 6 арқарда марқа арқар бар. Мағынасын түсініп тұрсыз ғой, мағынасын? Түсініп тұрмын, бірақ сөздерін айту қиындау. Енді 1 рет, тағы 1 рет, контрольде. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар. 6 арқарда марқа арқар бар. 6 арқардың ішінде марқа арқар бар ғой, сонда. Ал, дайын болсаңыз, Әсел ханым. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда марқа бар. Марқа арқарда... 40 арқарда марқа арқар жоқ, ақ арқар бар. 40 арқарда ақ арқар бар. Да марқа арқар бар. Қарқар. Бұл сіздерге табыс тілеймін. Сіздердің
клиенттер қалай? Иә, енді жолаушылар ғой. Сіздердің жолаушыларыңыз қазақ тілді болсын, қате жөлмейтін, Тамаша. шорқақ сөйлемейтін қазақ тілді азаматтар болсын. Тамаша. Әсел ханым, көп рахмет. Сіздің де Сіздерге рахмет. өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғаны естіп бір әсерленіп қалдық. Егер де Әсел ханымның айтқан әңгімелерінен қателіктерін іздей бермейік, сол айтқан әңгімелерінен түйген ойларыңыз болса, өзіңізге бір керегін алған болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіздер. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Бізге микрофон тастап кетсеңіз, келесі қонағымызға керек болады. Бұл үкіметтің дүниесі. Рахмет, рахмет. Иә. Сау болыңыз. Иә, шыға берсеңіз болады. Ал достар, осылайша Әсел ханыммен өте қызықты сұхбат болды. Біз дальше больше кеттік, let's go.